Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер. Бүгінгі видеода мұғалімге қажетті кез келген пәнге немесе тақырыпқа байланысты қолдануға болатын қызықты жаңаша әдістер, ойындар туралы айтатын боламын. Бірінші әдіс ол домино. Қағаз қиындылары домино пішіндес қиылып, ортасынан қаламмен сызылады. Топтағы бірінші оқушы оң жақ бөлігіне сұрақ жазады. Келесі оқушы келесі домино парақшасының сол жағына сол сұрақтың жауабын жазып, оң жағына өз сұрағын береді. Тиісінше келесі оқушы өз доминосына осындай жазба қалдырады. Барлық топ өз доминоларын жасап болған соң, араластырып, көршілес топқа домино қиындыларын құрастыруға ұсынады. Әрі жылдам, әрі дұрыс құрастырған топ жеңіске жетеді. Сіздерге түсінікті болу үшін мен мысалы мына жерде көрсетіп кетемін. Бірінші сынып математика сабағы, тақырып 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Мысалы балаларға мынандай тапсырма берсеңіздер болады. 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайтуға, осы домино әдісі арқылы тапсырма құрастыруға. Мысалға бірінші оқушыға мына сарғыш түсті доминоны бересіз де, сол доминоның оң жағына өзінің сұрағын жазады. Мысалы 4 қосылған 2. Келесі оның жанында отырған оқушы өзінің алдындағы доминоға оның жауабын жазады. Сол жағына 6 деп, ал оң жағына өзінің сұрағын құрастырады. 6 қосу 2. Тура сол сияқты келесі оқушы оның жауабын жазады, өзінің сұрағын 5 қосу 5 деп жазады. Келесі оқушы 10 деп оған жауап жазады, және сол жағына өзінің сұрағын жазады. Осылай ретімен кете береді. Топта домино әдісі бойынша тапсырма құрастырылады. Құрастырылып болғаннан кейін, мысалға сіздің сыныбыңызда 3 немесе 4 топтастырған болсаңыз, сол топтарға құрастырған жәнегі осы домино әдісі бойынша тапсырмаларды бір-біріне ауыстырып берсе болады. Ауыстырып беріп, қандай да бір уақыт шектеуін қоясыз. Сол кезде әрбір топ жәнегі жүйе бойынша барлық доминоларды орнымен қойып шығады. Қай топ бірінші жинақтайды доминоны, сол топ жеңіске жетеді. Өте қызық, балаларға кез келген пәнге пайдалана беруге болады. Мысалы, қазақ тілі пәнінен немесе әдебиет пәнінен сұрақ құрастыру өткен мәтін бойынша. Енді әрбір ұстаздың өзінің жәнегі ойлауына байланысты құрастыра берсе болады. Келесі әдісіміздің аты диаманта деп аталады. Диаманта 7 жолдан тұратын өлең түрі болып табылады. Бірінші және соңғы жолдары қарама-қарсы мәнде болуы қажет. Мағыналары қарама-қарсы түсініктермен жұмыс істегенде пайдалы, әсіресе қазақ тілі пәнінде. Бірінші 7-ші жолдары ол антоним зат есімдер болады. Екінші жолда бірінші зат есімге 2 сын есім, үшінші жолға бірінші зат есімге 3 етістік, төртінші жолға осы 2 зат есімге, антоним зат есімдерге 2 сөз тіркесі, бесінші екінші зат есімге 3 етістік, алтыншы екінші зат есімге 2 сын есім. Бұл жерде мысал ретінде қала деген сөзді алайық. Түсінікті болу үшін қала сөзінің антонимі бізде ауыл болып табылады. Сондықтан бірінші жолға қала, 7-ші жолға ауыл деген сөзді жазып аламыз. Одан кейін екінші жолға бірінші зат есіміміз біздің қала болғандықтан қалаға 2 сын есім жазамыз. Қала қандай үлкен, қала қандай көне болуы мүмкін. Үшінші жолға осы қала сөзіне 3 етістік құрастырамыз. Қала не істейді? Салынады. Қала өседі. Қала гүлденеді. Ал ортасындағы 4-ші жолға біз антоним зат есімдерге 2 сөз тіркесін құрастырамыз. Мысалға, қала және ауыл ғой бізде антониміміз. Танымал қала, кішкентай ауыл. 5-ші жолымызда біздің 2-ші зат есімімізге тағы да 3 зат есім құрастыратын боламыз. Бұл бізде 2-ші зат есіміміз ауыл. Ауыл не істейді? Асырайды, дамиды, қалыптасады. Сондай-ақ 6-ші жолда бізде осы 2-ші зат есімге 2 сын есім. Ауыл қандай? Әдемі. Ауыл қандай? Туған ауыл. Міне осындай тапсырма құрастырып берсеңіздер болады. Өте тиімді. Келесі 3-ші әдіс немесе ойын түрінде бұны қолдануға болады. Жеміс себеті деп аталады. Бұл жерде топ шеңбер құрып орындықта отырады.
жүргізуші әр қатысушыға жеміс аттарын айтып шығады. Мысалы, алма, алмұрт, лимон, жүзім, апельсин, анар, банан, тағы да сол сияқты. Жүргізуші екі жемістің атын атағанда, олар орнын ауыстыру керек. Мысалға, ортаға алма мен алмұрт шықсын деген кезде, алма мен алмұрт тез шығып, орындарын ауыстырып отыра қалу керек. Ол енді 2-3 жемістің атын бірге айтады. Мысалға, алма, лимон, анар шықсын деп ортаға. Сол кезде жүргізуші өзі де сол ойынға қатысып, бір орындыққа өзі отырып алады. Сол кезде 2 оқушы орындыққа отырады, 1 оқушы орындықсыз қалып қояды. Ойын ары қарай жалғасады. Келесі тағы да 2 немесе 3 жемістің атын атау бойынша жәнегі бос қалып қойған оқушы өз орнын табу керек болады. Бұны үзіліс уақытында оқушыларға қызықты ойын ретінде ойнатсаңыздар болады. Келесі әдісіміздің аты қар көшкіні деп аталады. Оқушылар шеңбер құрады, мұғалім де оқушылар арасында орын алады. Әрбір қатысушы өз есімін атап, оған бастапқы әріптен басталатын бір сын есім, мысалы эпитет қосады. Мысалы, Айнаш есімі А әрпінен басталады, яғни Айнаш өз есіміне алғыр, немесе ақылды, айбынды, асқақ, айлалы, арынды, тағы да сол сияқты сын есімдерді қосады. Келесі оқушы да дәл осылай өз есімін атайды, оған сын есім қосады да, алдында тұрған барлық оқушылардың есімдері мен эпитеттерін қайталап шығу керек. Мысалы, алғыр Асан, думанды Дәмеш, сабырлы Сейітжан, әділ Әбілғазы, реңді Раушан, жалынды Жомарт, ал мен болсам берекелі Бақытпын деген сияқты. Бұл тәсілді қолданғанда оқушыларға мұқият тыңдау мен зейін қою қасиеттерін іске қосу қажет. Мұғалімнің таныстыруы өзінен бастауына болады, ал егерде ол оқушыларға өзінің жады мен есте сақтау қабілетін көрсеткісі келетін болса, онда ең соңында жауап беруге болады. Соңғы әдістің аты фишбоун немесе балық қаңқасы деп аталады. Бұл көбінесе мәтінмен жұмыс жасаған кезде өте тиімді. Жаратылыстану пәндерінде, дүниетану, зерттеуге бағытталған пәндерде де өте тиімді болып табылады. Мысалға, бірінші қадамда мәтінді әр оқушы өзі жеке оқып танысуы қажет, себебі мәтінмен жұмыс болады. Екінші қадам бойынша оқу дерісінде қаңқаның басына мәтінде қарастырылатын негізгі проблема белгіленіп жазылады. Үшінші қадам ол жоғарғы қосымша бұтақтарында проблеманың себебі белгіленеді, не себепті қайдан шықты. Төменгі сүйекшелерінде оқу барысында себепті нақтылайтын дәйектер, дәлелдер жазылады. Төртінші қадам балықтың құйрығына қорытынды жазылады, қалай шешуге болады, шешімін қалай табуға болады деген сияқты қорытынды жазылады. Бесінші қадам бұл жұпта, топта жұмысты талқылайды. Алтыншы қадам топ жұмысын сыныпта презентациялап барлық топқа көрсетіп және талқылау жұмыстары өтеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға жазыла отырыңыздар. Себебі әлі алдағы уақытта да әртүрлі қызықты әдіс тәсілдермен бөлісетін боламын.